Долина смерти. Көп естігенше бір көрген артық. Бұған мен біраз ойланып дайындалып жүрдім де, аяқ астынан сосын жолға шығып кеттім. Оны өздеріңіз де көрген шығарсыздар желілерден. Және де мен бірінші күні Лос-Анджелесте жұмыстарым болды. Лос-Анджелеске жеткеннен кейін жұмыстарымды бітіріп, достарыммен кездесіп, және де бір тамақтандық та, кейін реклама берген соң ғой. Қалайсыңдар достар? В общем, Лос-Анджелесте Арсений 2 дейтін апартмент бар, ол жерде есенген адамдар тұрады. Біз бүгін енді өзіміздің тағамымызды жегім келіп кетті да. Сонымен Фатима тәтемізден мынандай манты заказ алып отырмыз. Өте тәтті, рахмет. Лос-Анджелесте болсаңыз телеграмға жазасыз Фатима дейтін кісіге. Заказ беріңіздер, өкінбейсіздер. Бізде еще тамақ ішіп отырмыз, еще бізде бесплатный концерт. Мына жақта туған күн болып жатыр, мына жақта Эквадордың адамдары бірнеке тойлап жатыр. Мына жақта мексиканецтер бір нәрсе тойлап жатыр. Мына жақта тағы да пикник. Той, короче. Шикарный локацияға отырып алғанбыз ғой біз деген. Сол күні кешке таман жолға қарай шықтым. Және де байқағаным, сол күні Лос-Анджелесте Трампқа қарсы митингтер болып жатты, бірақ адамдар ондай қатты көп болған жоқ. Кейін жолда әрбір жерде полиция байқалды, және адамдар оларды қолдап жатты. Мен түнделі өтіп, сол Долина смерти басталатын ауылдық аймаққа барынша жетуге тырыстым, және де түн ортасында жетіп алдым. Сөйтіп 2-3 сағат таң атқанша ұйықтап алып, жолға дайындалдым. Жаңағы Долина смерти мына жақта міне уже басталады. Мына Шошоно дейтін жер. Қазірдің өзінде бізде сигнал жоқ негізі. Осы жердегі заправка, әрмен қарай заправка болмайды. Бұл елді мекенде кішкене жағдай бар. Мысалы үшін кімде электронный машиналар, олар мына жерге зарядкаға қоя алатын машиналарын жасап қойған. Қазір мына жерде енді адамдар қону үшін осындай кішігірім отельдер, мотельдер. Бұны алдын ала бір ай бұрын брондау керек. Қазір уже орындар жоқ шығар. Сондай мінеки. Мына жақтан уже таудың барлығы, бұл уже Долина смертидің басталуы. Свет жоқ қазір. Мінеки, осындай. Ондай жағдай. Бәрі жабық қазірше, магазин, заправканы келіп бір кісі ашып пішіліп кетті ғой. Қас көреміз енді. Заправканы іші, сувенир. Осы Долина смертидегі табылған заттар өте көп екен. Естелік ретінде бір нәрсе алатын шығарым. Осындай заправканы іші. Долинадан естелік болсын деп өзіме мынандай кішігірім көрпешек алдым. Типа индейский местный племя жасаған. Вот типа сондай. Сосын мынандай тоже подставник. Хочу бір нәрсе естелікті қалсын деп осы жерде болғаным. Анандай фонтанчик. Әдемі екен. Суларым кеше түнде алған. Қазір ойлап отырмын, ескі киімді киейін ба, бірақ жүгіретін кезде киетін шығармыз, скорее всего, ертең. Бүгін бар чисто фото ана-мына болады. Біздің жаңағы спортивка алған едім ғой, мен Қазақстаннан ерекше стиль дейді. For Champions өзіміздің ерекше стиль дейді. Сол чемпион KZ шопқа көп рахмет жібергенде спортивкалар үшін. Так, қазір мен мына жерден биографияға қатысты заттарымды аламын. Бұл жерде мен туристік центрге қарай жолға тарттым. Достар, мен сіздерге кішкене қате информация айтқанмын екен. Мына жерде Фурнес Крик дейтін визитный центр бар. Яғни туристер келіп осы жерге тіркеледі, өздерін тіркейді. Осындай жерге келдік, осындай жерге барамыз деген сияқты. Кейбірлері местный картаны сатып алады. Бұл жаңағы Шошон дейтін жерден 1 сағаттық жерде, тура 1 сағаттық жерде орналасқан. Осы жерге келіп, осы кішігірім туристік визитный центр, осы жерге келіп жаңағындай тіркеледі, жергілікті неменейді рейнджерс полицияларға өздерінің ақпараттарын беріп кетеді деген сияқты карта алады. Мінеки, бұл осы жер. Мына жақта кемпинг істеуге болады. Сосын оның басында ар жақта 1-2 қонақ үй бар. Енді оның бәрін алдын ала алу керек оқшы. Мінеки, Дели Валли, Долина смерти парк. Сол туристік визитный центрда орналасқан кішігірім картасы. Көбісі жабықтыр екен, клозет дейді. Көңіл общественный туалеттер. Бәрін жазып аламын. Қазір мен қағаз картаны өз-өзіме алып аламын. Керек болатын шығар деп. Жаңағы сол визитный центрдің ішіндегі музей, бұрынғы тарихтар өздерінің кезіндегі экспедиция рейнджерлар. Ең ыстық температура 1913 жылы осы жерде тіркелген -1
ой минус деппін ғой, плюс 57 градус болып. Сол туралы мінеки тарихтары өздерінің. Көрдіңіздер ме? Осы жерге келіп тұрмын, Foreigners Creek Camp деген жерге. Енді қазір бұл бәрі басқаша қазір. Дегенмен бұл да тарих қой, былайша айтқанда. Көрдіңіздер ме? Визиттік центр осындай тегін карта берді, бір газет ретінде мына жақта осы Долина смертейдің жаңалықтары. Екіншісі карта, яғни интернет жоқ болса осы картаға қарап движение жасауға болады деген сияқты. Забриский Point деген жерге келіп тұрмын. Негізі атауы поляктардікіне ұқсайды. Бүгін жексенбі болғасын туристер өте көп. Мына жақта Невада және Калифорния штатының қиылысы. Бүгін туристер өте көп. Мына жердің өзінде бір 30-40 шақты машина тұр. Бұл енді туристердің шоғырланатын аймақтары болғаннан кейін келеді. Осылай жолдың бойында, трассаның бойында болғаннан кейін. Бұлай бірақ тауға шығатындар, ар жаққа кететіндер, менің ойымша өте аз. Туристік аймақтың маңында ер адамдарға және әйел адамдарға туалеті бар екен, бірақ магазин ондай еш нәрсе жоқ. Мына жерден 10 минуттық жерде жаңағыдай туристік центр бар. Сол жерден заправкаға барса болады деген сияқты. Мен сіздерге бір нәрсе көрсетемін. Мына жердің барлығы картада көрсетіледі. Жаңағыдай су бар сияқты, көкпен көк қылып көрсетіледі. Бірақ мынаның бәрі кеуіп кеткен күннің ыстығынан. Қазірдің өзінде қазір сағат 10-нан аса кетті, бірақ бүгін күн қатты ыстық емес, 30 градус. Дегенмен мынаның бәрі кеуіп кетеді. Кейде жауын шашын сезондар болады, осылай су жиналады. Жан жақтан көрдіңіздер ғой қалай судың орны. Және картада солай көрсетіліп қалып қоюы мүмкін сіздер қараған кезде. Бірақ мына жерде ешқандай су жоқ. Өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой мінекей. Қалайсыңдар достар? Ошым Долина смертидамын. Бүгін ең бірінші локациям, бәрін қарайтын ол осы жер. Адамдардың бәрі қарап отыр. Қазақстан дейтін спортивканың бәрін киіп алып реклама жасап жүрсің ғой, короче. Бұл жерде көбісі француздар екен да. Мынау Забриский деп аталады. Полякский тілге ұқсайды негізі атауы. Бұл смотровая площадка. Қатты биік емес, дегенмен тамаша көріністер ашылады. Қазір видеода өздеріңіз көресіздер. В общем, бірінші күн осылай. Бүгін көп жерлерді көреміз, ал ертең жалпы шөл далада жүгіретін ой бар. В общем, рахмет сіздерге. Я готовлюсь к Великой войне. Я спокоен. Я знаю секрет. Я знаю, что будет и что меня никто не остановит. И я не остановлюсь. Ты хочешь уничтожить? Японский панамкамды киіп алып кетіп жатырмын. Әзірше күш бар. Су зауытқан жоқпыз. Күн сондай қатты ыстық деп айта алмаймын, болады. Құрғаған өзеннің бойымен жаңа көрсетті. Солтүстік Америкадағы ең төмен, жаңағыдай теңіз деңгейінен төмен орналасқан жерге бара тұрмын. Минус 272 фит деді ма, сондай еді, бірақ ол метрмен минус 82 метр теңіз деңгейінен төмен орналасқан жер сондай. Және осы жерде рекордтық температура тіркелген дейді, 57 градус. 1913 жылы тіркелген еді. Қатты күн ыстық болғанын белгісі қараңыздар. Қурап қалған өзінде. Басын қытырлайды. Көрдіңіздер ме? Бұл жер Солтүстік Америкада теңіз деңгейінен ең төмен орналасқан жер. Мына жерге қарай әлі де 1 шақырым жүрсе, судың барлығы осы жерге жиналады, бірақ бұл жерде қатты температура ыстық болғаннан кейін бұл тез кеуіп кетеді. Мынау тау қиыршықтардың барлығы соның әрекеті. Жауын шашын болған кезде мына жақтың барлығы тау, екі жақтан ортасы өте төмен. Сол бред water деп аталады, яғни жаман су деп тура аударсақ қазақша. Сондай атауымен бұл жер танылған. Арман жоқ, көзбен жаңа көп естігенше көзбен көрген әлде қайда тамаша. Менің қазір эмоцияларымды жеткізе алатын емеспін. Бүгін 5 шақырым жүгіріп тастадым. Алланың қалауымен ешқандай бір қиындық, сондай еш нәрсе болған жоқ бар ғой. Ауа райы да тамаша болып тұр. Бүгін жолым болып тұр сөзсіз. Ертең шөлді аймаққа қарай шығам. Бүгін әзірше көретін нәрселерді барлығын көріп алу керек. Айтпақшы, интернет жоқ. Мінекей сол телефон зарядкасы аман болсын.
осында келсеңіз түнде қонбаңыздар, ешқандай опыт болмаса сізде палатка ана мына деген сияқты именно осындай жабайы жерлерде. Өйткені жабайы иттер бар, динго дейтін, басқа да нәрселер, улы жыландар болады, скорпиондар деген сияқты. Енді мына жерде ол теңіз су жүретін жолда аса қатты кездеспейді, дегенмен құмды шөлейтті жерлерде кездесіп қалуы мүмкін. Күндіз енді адамдар көп жүреді, туристер, бірақ түнде өте салқын болады. Сосын температура таудың аймағында, мынандай таулы аймақта 0 градусқа дейін түсіп кетуі мүмкін. Жалпы саяхаттап бір жерде қалмас бұрын дұрыстап ақпарат жинаңыздар. Өзіңіз жалғыз қалғыңыз келсе, керек сізге көп мәлімет керек. Ал туристердің орталықтары бар, кемпингтер болады, сол жерлерде қонсаңыздар болады. Және де Америкада егер полиция біреу тексеріп жатып, сіздің осы жерге паркке кіру рұқсатыңыз болмаса, ол енді еш нәрсе етпейді, дегенмен бірақ ол болу керек сізде дүнген. Сол кезде ешқандай проблема, еш нәрсе болмайды да. И сіз бір жерде жоғалып кетіп жатсаңыз да, мемлекет сіз туралы ақпаратты біліп, жергілікті рейнджерлерге хабарласып, олар сізді іздеуі мүмкін 3 күн өткеннен. Сол. Мынау қайдан жүр? Койот қой мынау. Көрдіңіздер ме? Мына жерде адам отыр, көрмей тұр ол кісі. Қонағына кетіп жатыр. Османда туристік аймақтың маңында мана көрсеткен кемпинг бар. Каждый бронировать етеді онлайн. И өздерінің аумақтарына келіп орналасады. Мен бронировать еткен жоқпын, мен бір жерге келіп арбуз жеп сөйтейін деп жатырмын, короче. Мынандай видпен тамаша. Өз үйінде жүрген сияқты жоқ. Тамақ ішкен жерді біліп тұр, сол жей көріп жатыр. Түнде бұлар қаптайды. Түнде бұлар қаптаса, сол тамағындырылып кетеді. Достар, долина смертидағы кезекті локация Dentes View деп аталады. Кішкене тоже французский атқа ұқсайды бір нәрсе. И бұл тауда орналасқан, короче, жоғары қарай. Өте көп жоғары қарай жүресіздер. Басқа локацияларға қарағанда ерекше, жолдары өте тар, және тауға қарай жүргеннен кейін жол біраз сізді жеткізбеуі мүмкін. Сондықтан жолда өте абай болу керек, және жауын шашынды болған кезде өте мұқият болу керек. Түнге қалуға кеңес бермеймін. Dentes View келетін жер екен. Жаңағы Брэдвотеннің жаман су дейтін осы бәрі алысқа созылған. Ар жақ шетінен келуге болады, мына жақтан да келуге болады. Бірақ екі жақтан да жол жабық. Ар жағынан келген әлдеқайда дұрыс, өйткені мына жағынан жолды жауып тастаған, себебі су жиналып бар жолды шайып жүрген ғой. Мына жерден қазір осы биіктіктен, осы локациядан қараса көрініп тұр екен. А что для вас самое главное в человеке? Красота, ум, харизма? Все это меркнет, если нет самого важного – надежности. Когда рядом человек, который не предаст, не подведет и не променяет. Когда его слово – это стена, а поступки – основа доверия. Надежность не бросается в глаза, но именно она дает покой душе. С таким человеком не страшно идти вперед, даже если весь мир рушится вокруг. Мынандай жерде күннің батуын көру тоже бір ерекше ғой енді. Тұнып тұрған тарих. Қазақстанда да істеуге болатын дүние, осындай жабылған шахталар қаншама. Тарихын қазбалап, музей қылып жүрсе, мыналар сияқты қараңыздаршы. Бәрі музей болып кеткен ғой. Трассаны салып тастаған жолдың бойына. Жаңағыдай рекламаны жібереді, телевидение барлық жерден. И все. Болды, кетеді ары. Не деген тамаша нәрсе. Шошында местный кафе бар, атын ұмытып қалай аталатын. Қарама-қарсы заправка, қарама-қарсы тұр. Өте іші бар ғой, андай бір исторический атмосферамен күштеп қойған, еще музей сияқты. Мынандай нелері бар, ескі фотографиялары, суреттері. Еще бар бар и кафе, короче, екеуі два в одном. Бағасы, қаланың бағасымен бірдей. Бірдей екен, қазір тамағын көріңіз қалай бар. Сол. Осы кафенің ішінде жаңағындай алтын қазуға келеді ғой бұлар. 1920 жылдары қоныстана бастайды осы жерлерге. Сол туралы жазған екен. Көрдіңіз, тоже суреттер, ескі суреттер.
Дерек бойынша бұл ауылда 22 адам тұрады. Бірақ бәрі бар ғой. Почта, заправка, магазин, кафе. 22 адам тұрады, ойлап қараңыздаршы. Бірақ туристер өте көп келеді. Мен өзім де тұратын едім бұндай жерде. Қараңыздар, менюлары тоже ерекше тарихи сәтмен істеген екен. 1906 жылы қонысына басталған екен осы елді мекенде. Қараңыздаршы, қалай фотоға түскен сол уақыттың өзінде. Бір-бірінің арқаларынан ұстап. Ұнады маған, ұнады, әңгіме жоқ, тамаша екен. Жаңа бардың аты Кроу-бар екен, Кроу-бар деп аталады екен. Тамаша, мынау музей сияқты, бірақ қазір что-то жауып тұрған сияқты. Если что надо ебаши, қайдағы бандит кумаши. Қазақтың қара баласы, это Тарас, Кумаши. Айтқанда Екатерина мамаша, бүкіл әлем это наша. Миыңда болмаса хасыл, сенде тұлға бола аласың. Оян қазақ қимылдаш, оян қазақ қимылдаш. Если что надо ебаши, қайдағы бандит кумаши. Қазақтың қара баласы.